Жазуымызды бастайық. Жазуымызды бастайық. Міне, қазір жолдан әрі өтуіміз керек. Мәшелер өтіп кетсін. Мына көк белсебетім көрініп қалды. Бұл белсебетті өз қолыммен жинағам, құрастырғам. Бұл белсебет хевезе крокодил деп аталады. Қазақша Харьков белсебет зауытының өнімі қалтырауын деп аталады. Қалтырауын. Неге қалтырауын? Өйткені өзің жинаған тек қана мынау жақтау ғана түп нұсқасы, ал қалғаны заманауи басқа белсебеттердің бөлшектерін мынаған жабыстырып бұған орындығы, бұған дөңгелектері, бұған жұлдыздары, мынау жылдамдық ауыстырғышы, неше түрлі барлық басқадай нәрселерін өзің жинап, мынаған өзің құрастырсаң, сол қалтырауын шыға келеді. Бұл қалтырауын маған ұнайды. Неге десең, өйткені қалтырауын мынандай жолға жарап жатыр. Біздің мына бәрі сүйсініп, немесе жағы армандаған тау белсебеті тіпті жолға жарамайды. Ол тіпті тауға да жарамайды. Неге десең, осының бәрі келіп атқан тау белсебеттердің бәрі ол Қытайда жасалады. Қытай басқа біреулердің атақты фирмалардың дизайндарын көшірмесін жасайды. Көбінесе мынау мен айтып отқан базарда, барахолкада сатып отқандар. Сол. Ал егер мынау тарихын шолып өтсек, тау белсебеті қайдан шықты? Өзі кім ойлап тапты десек, бұрынғы заманда айтып өту керек. Бұрынғы заман, бұрынғы ғасыр, өткен ғасыр, 20-шы. Айтпақшы, мынау біздің қалтырауынымыз 1984 жылы өнім. Сол 80-ші жылдары Калифорния тауларында бір топ адамдар, бірнеше топ адамдар сол таудан ағытылып, мен сырғып деп айта алмаймын, өйткені дөңгелек қой, сырғанамайды, дөңгелетіп тұрып, таудан ағытылып белсебет айдау жақсы көреді екен. Өйткені ол белсебет айдаушылар негізінен белсебет жақсы көруші адамдар. Табиғатты жақсы көреді, айналаны жақсы көреді, және техниканы, өзінің денесін жақсы көреді деп те қосып айтуға болады. Өйткені сен айдасаң, аяқтарың бүткіл денең жұмыс істейді ғой. Сондықтан солар
жиналып айдайдыган өзү ондай тау велосипедтер жок. Со байкагандары сондай котур тас неше түрлүү жол. Төмөнгө түшкөн кезде сен жолду таңдау кайда? Сол таудан түсүп келе жаткан кезде дөңгөлөктөр мисалга жай жол асфальт жол менен жүрөтүн велосипедтер жай не кой дөңгөлөктөр мындай чука мындай жарамсыз да эси бирөөлү болсун тежөөшү болсун тауга чыгуу бар, жылдамдык ауыстыруу бар, жулдушчалар бар, бәрін ауыстыруга туура келет да енді. Бірақ ауыстырганда олар өздері соны ойлап тауып жаңаша сондай бір жаңа дизайн шыға бастады да былай. Содан кейін оны велосипед шығарушылар көріп, атақты емес, солар көріп жаңа дизайн шығарды. Техникалық бөлшектері жаңағы таудан түскен кезде соқтығу, түйісу қаттылығын азайту үшін неше түрлі серппелі тетік, амортизатор, артқы дөңгелегін, алдыңғы дөңгелегін сөйтіп. Содан кейін артқы орын пәс теу болып та, пәс. Мынау негізінен өзіміздің жол велосипедінің үстіңгі түтікшесі бар ғой мынандай. Ол мынандай горизонталь болып келеді. Бұлар болса соны былай алға қарата көтергенде енді таудан түсіп келе жатқан кезде өздерің де байқаған шығарсыңдар. Аттың өзі артқы аяқ бүгіп алдыңғы аяғын былай ұзыннан шығарып сөйтіп түседі ғой. Сол сияқты да велосипедтің дизайны да сондай болып келеді да. Сөйтіп 80-ші жылдардың экстремалды велосипед айдаушылардың арқасында тау ағылшынша айтсақ mountain bike деген шығарды. Сондай орысша айтқан кезде горный велосипед. Сөйтіп бұл Калифорния, Америкадан шыққан сондай құбылыста таудан түсу. Қазірдің өзін неден қарасаң YouTube'ден таң қаласың ғой, қалай бұлай сен тауың болса да тауыңа бір мәрте де шықпайсың. Бұлар күніге шығады ғой, күніге шығып сол зымырап төмен қарайды, ағытылады ғой. Жарыстар болады, жарыстарына ойбай құлап та жатады. Сол кезде үстіндегі киімдеріне дейін дизайн шығарған ғой анандай. Анау Жапонның мотоцикл жарыстары көресің ғой. Айналып келе жатқан кезде сырғанап кетеді. Бірақ таң қалатын нәрсе жаңағы бір пластмастан жасаған сияқты да жаңағы айдаушылар, жүргізушілер мотоцикл. Былай тоңқалаң асады, содан кейін аяғын жүріп кетеді, еш жері сынбайды. Сөйтсең тау велосипед айдаушылардың киімдердің ішіне мынадай экзоскелет дейді, жаңағы қорғаушы да, қорған сондай. Ал егер сен ондай қымбат дүние сатып ала алмасаң, мына дайын тұрған нелер бар. Жолда, далада жатқан неше түрлі шиналар бар ғой, резеңке, қалың. Соны арқаңа осындай жағы нене
омыртқаңның бойымен былай омыртқаның бәрін жауып тастайды. Сөйтіп ойып ал да, сөйтіп киіміңе тігіп ал. Сол кезде сен тоңқалаң асқан кезде омыртқаңа зақым келмейді. Басыңа бас киім. Мынау шынтақ деген бәле. Шынтақты да сақтау үшін сондай бір қорған болу керек та. Сөйтіп азынаулақ тау велосипедті дизайн қайдан шықты, соны әңгімелеп бердім деп есептейік. Бірақ мына қараш, желге қарсы күресіп келе жатырмын. Жел алдыңнан, орысша айтқан кезде ветер в харю дейді. Қазақшасы енді тұмсықтан жел кіріп жатыр деп мынандай шығармашылық сөзбен айтып жіберсек, тұмсықтан немесе алдынан жел кіріп жатыр, итеріп жүргізбейді. Ал сен тау велосипедімен қайда барасың? Желге қарсы. Тау велосипеді жолда жарамайды. Сондықтан мынау қалтырауын дөңгелегі мынандай жұқа, мына қалтырауынды айтам да, астындағы желге қарсы жақсы да. Сондықтан жолға егер сен күніге велосипед айдағың келсе, ал велосипед айдасаң күніге, жел ылғи да сен алдыңнан шығатын әдеті бар да. Не де болса да алдыңнан шығады. Ой, мына жақтан жолай болды десең де бәрібір алдыңнан шығады жел деген. Сондықтан велосипедтің мынау велосипеді жұқа бәрі кедергі болмайды. Ал андай доңғалақтар қалың, андай тау велосипеді күніге айдауға жарамайды. Сондықтан сондай ұсынам да, сондай өздерің жасап алыңдар. Ал осымен доғарайық әңгімені. Сау саламат болыңдар.